Ұстаздан шәкірт озар. Ғарыш саласының түлектерін кезінде тәлім берген оқытушылары жұмыс барысында бақылады. Шәкірттер теория жүзінде алған білімін республикалық ғарыштық байланыс орталығында іске асырып жатыр. Тілшіміз Нұрбек Байбосын Ақкөлдегі ғарыш аппараттарын жерден басқару кешенінде болып қайтты. Эксклюзивті сюжетке зер салайық. Нұрсұлтан Қазақстанұлы Ақкөлдегі ғарыш аппараттарын жерден басқару кешенінде жұмыс жасайды. Ол Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің түлегі. Ғарыш аппараттарынан келетін телеметрияны бақылау, мониторинг жүргізу оның негізгі жұмысы. Бұл саланы меңгеру үшін жалпы барлық ғылым пәндер жағынан сәйкесінше деңгейде білімге ие болу керек. Арманым осы Қазақстанның осы ғарыш саласында өзінің бір үлесімді қосу. Ақкөлдегі Кассат сериялы ғарыш аппараттарын жерден басқару кешенінің жұмысымен танысқан Еуразия ұлттық университетінің бір топ ұстаздары мұнда атқарылатын әрбір тетікке мән берді. Кейбіреулері оны суретке түсіріп алды. Студенттерге ғарышты игеруді теория жүзінде түсіндіретін мамандар бүгін тәжірибелік біршама қор жинады. Болашақта біздің магистранттар мен бакалаврларды осы жаққа жіберіп, осындай біліктілік алуға мүмкіндік бар екенін білдік. Республикалық ғарыштық байланыс орталығы мен аталмыш жоғары оқу орны арасында ортақ жұмыстар көп. Орталықтың мамандары университет шәкірттеріне дуальды оқыту жүйесімен дәріс береді. Ал Еуразия ұлттық университеті өз кезегінде байланыс орталығынан радиотехника байланыс кафедрасының филиалын ашқан. Нұрбек Байбосын, Асқат Серікұлы, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.